Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мистер Майквайн. Достар, бүгін біздер алдында айтқан супер ящик бар емес па? Соның иесін анықтадық. Ол бізге жазған болатын комментарияға. Біз комментариямызға қарап кетейік қазір. Комментарияға бізге былай деп жазған болатын. Мінекей достар, міне подписка менен дейді. Рахмет естиярбыз. Алексей Плейс дейді. Ол бала маған донат жасап берші деп өтінді. Және де біз оған донат жасап беруіміз келді. 15 пот болды ғой дейді. 15 пот маған донат жасап берсе, мен оған 15 подписчик болғасын дедім. 15 потқа дейін қалай жеткізген білмеймін. Және де егер есіңізде болса, мен уәде берген болатын 15 пот болғасын. Және де комментарияға жазып кетіңіз, мен қатысамын деп. Және де кім көп лайк жинайды, сол ұтады деген болатын. Және де бұл бала менің букыма да жазды. Достар, мен онымен бір телефон арқылы сөйлескен болатын, ұялы телефоным арқылы, оған соққан болатын. Сен менің комментариям жазған Алексей Плейс дейтін сенсің ба деген. ВК-ға жазған Алексей Бойко дейтін. Мен Алексей, сен ВК-ңа Алексей Бойко деп жазған менмін дейді. Салам, донат жасап берші деді. Сосын мен оған салам бро, жасап беремін, супер ящик алып беремін дейді. Рахмет бро. Оқасы жоқ. Достар, осы бала анықталды. Осы баланың аккаунтына мен алып беремін. Және де бұл балаға алып беру үшін ең бірінші мен бұны жақын арада алып бере алмаймын, себебі бір техникалық ақауларға байланысты және де сабақтың басталуына да байланысты. Бұл балаға мен дәл қазір алып бере алмаймын. Достар, және де бұл видеоны мен түнгі 1-ден 15 минут кеткенде түсіріп отырмын. Менің осы түнімен ұйықтамай видео түсіргенімді бағалаңыздар. Және де мен сабағымды оқып болып түсіріп отырмын. Сабақ басталды, бәрінді құттықтаймын. Сабақ басталғанына білмеймін, өздеріңіз біліңіздер. Бұл бала по-моему маған дружбы. Достар, мінекей оның аккаунты осы. Осы балаға жасап берем келіп тұр. Күні кеше ғана бастап ойнаған. Бұйырса 2 ай бұрын бастаған. Яғни 2 ай бұрын бастап ойнаған. Енді 3-ші ай толып жатыр ойнап атқанына. Достар, бұл балаға мен алып беремін дедім. Яғни сөзімде тұрам, алып беремін. Ол үшін маған енді ақшадан да кішкене не болып тұр, қиындық болып тұр. Және де достар, бұл балаға мен алып беремін, ерте ма кеш па. Және де маған қазір менде 16 подписчик, менде 20 подписчикке толғасын бір стрим болады. Сол стримге кіріп көріп кетесіздер деген ойдамын. Және де достар, бұл рубрикамыз бітпейді. Келесі адамды менде 40 подписчик болғанда ғана анықтаймын. Себебі менде мысалы алдында мен 18 подписчик болғанда айттым, 15 подписчик болғасын резко толып кетті 15-ке. Сондықтан менде кішкене қиындықтар болып тұр. Сол себептен менде енді келесі 30 немесе 40 подписчик болғанда ғана болады. Рубрикамызды сол кезде жалғастырамыз. Обзор аккаунттен рубрикамызды жалғастыра береміз. Ол аккаунт бізді ондай кедергі келтірмейді. Достар, мен өзім аккаунтыма обзор жасайын деп едім. Бірақ обзор жасауға бұл аккаунт келмейді. Себебі менде осы аккаунтымды жаңадан бастап ойнап келе жатырмын. Бұл аккаунт менің екінші аккаунтым. Былай айтқанда главный аккаунт деуге болады. Себебі бұл аккаунт
YouTube'тың алдында менде білесіздер, осы астыңғы видеоларды қарасаңыздар, менде кәдімгідей дамып кеткен, донатить етілген аккаунт бар. Сол аккаунтты мен заблокировать етіп тастаған, сондықтан мен кіре алмадым оған. Сондықтан достар, егер сіздерге осындай рубрика ұнаса, лайк басып қолдап коммент жазып кетіңіз. Осы видеоның астына мен қатысамын деп жазып кетіңіздер. Және де менде 30 ладно, көп созбай ақ қояйық, 30 подписчик болғанда жасаймын. Және де әдеттегідей кім көп лайк жинайды комментариясына. Және де тағы да бір ереже. Сіздерде егер US бар ғой, сол US-тарыңыз, егер сіздерде мені US деген жетіп US дуода кем дегенде 1,5 болу керек. Менде 1, мұнада примерно 2 болу керек отрядта US, бірақ менде 1,54. 2 болу, мұнда дуода 1,5, ал отрядта 2 болу керек. Сол кезде ғана мен сіздерді өзімнің гильдияма қабылдаймын. Және де сіздердің аккаунттарыңызға донат жасалған болу керек, міндетті түрде. Және де егер мұнда кіріп сіздерге еще никнейм ауыстыратын не керек? Никнейм ауыстыратын жетон керек. Яғни мынау керек сіздерге. Осы 200 кристалл жинайсыздар, және де 200 әлгі жетон гильдияны жинайсыздар. Осыны аласыздар. Және де гильдияға сәйкес ағылшынша КГ, яғни қазақша гейм КГ, сіздің өздеріңіздің аттарыңыз жазасыздар. Қысқаша айтқанда, мен қазір көрсетілген мақсаттарда. Достар, мінекей менде көріп тұрсыздар, КГ Мистер Майфайн деп жазылып тұр. Өздеріңіз никтеріңізді қалай жазғыларыңыз келеді, өздеріңіз білесіздер. Және де осы никтер жазуды алдына осылай ағылшынша КГ деп жазып кетеміз. Ол үшін біздерге мынандай 4 жақша, осылай, например, айтатын. Менің қазіргі негім осылай өздеріңіз білесіздер, или не желательно, мен жазып қарасақ. Осылай да болады, өздеріңіз білесіздер. Негізі желательно 4 пішті осындай ник қылып жазғандарыңыз жақсы. 4 пішті қылып, ол никтарыңыз қалай жазылады, өздеріңіз білесіздер. Және де достар, рубрика жайлы ұмытып кетпеңіздер. Сау болыңыздар. Және де достар, біздің арнаға тіркеліп, лайктарыңызды басып, жаңа видеоны жібермеу үшін колокольчикті басуға ұмытып кетпеңіздер. Және де ең бастысы достарыңызбен бөлісіңіздер. Егер де осы рубрикаға қатысқыларыңыз келсе, жаңағы айтып кеткен нені шарттарды орындайсыздар. Және де тағы да бір шарт бар, ұмытып кетіп баратырмын. Менің видеомның описаниясында ВК-ның ссылкасы болады, соған жазыңыздар, мен қатысамын анау деп. Сосын мен сіздермен ВК арқылы сөйлесемін.